Бүгін сыр бүлдіршіндері президент шыршасына арналған мерекелік шараға қатысты. Шырша тойында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барлық балаларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, ыстық ықыласын жеткізді. Президент шыршасына облыстың барлық аудандары мен қала мектептерінен іріктелген 200 бала арнайы шақырту алған. Бұл қатарда оқуда, спортта, шығармашылық немесе қоғамдық өмірде табысқа жеткен дарынды балалар мен жетім және ата-аналары қамқорлығынсыз қалған, аз қамтылған және көп балалар жанұялардың балалары да бар. Ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен сахналық қойылымдарға ұласқан мерекелік кеште балалар ән мен жырдан шашу шашты. Елбасының атынан сыйлық алған балалардың көңіл күйі шат-шадыман. Сіздер елдің ең талантты, ең дарынды, ең ақылды, ең парасатты, ең қуатты, мақтанышы болып жүрген біздердің жас ұрпақтарымызсыздар. Бүгінгі президент шыршасын жарқыра, Қазақстан жарқыра, туған ел деген атпен атап отырмыз. Өйткені біздің тәуелсіз еліміз жарқырау үшін әр туған еліміз жарқырау керек. Елбасының бүкіл сыр елінің ата-аналарының, ұстаздарының, үлкен аға-апаларының барлығының тілегін қабыл алыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын, жаңа жыл жақсылығымен келсін. Елбасының шырша тойына қатысты толығырақ кешкі шығарылымда көрсететін боламыз.